Мен Магазов Ербол Жароллаұлы, Алматы кинотехникумының 1993 жылғы түлегімін. Сол кинотехникумды бітірген жылы сол кездегі колледж директоры, техникум директоры Нүсіпбеков Серік Иман Серікұлы өзіне шақырып алып, осы техникумда қалып қызмет жасайсың ба деп ұсыныс жасап, сол кісінің ұсынысымен техникумда қалып, басында лаборант, кейіннен арнайы пән оқытушысы, одан кейін бөлім меңгерушісі қызметтерін атқардым. Біз қызмет жасап жүрген кезде сол колледжде политех лучше всех деген Серік Иман Серікұлының шығарып берген бір девизі бар еді. Сол девизбен жұмыс істедік. Қазіргі күнде де осы Медет Әсетұлы басқарып отырған политех ұжымы сол девизді ұстанып, жоғары деңгейден сол планканы түсірмей, әлі жоғары деңгейден көрініп келеді. Сондықтан да бұл ұрпақтар сабақтастығы жалғасып, колледждің беделі арта береді деп ойлаймын. 95-96 жылдары кинотехникум Алматы машина жасау техникуммен бірлесіп, техникум политехникалық колледжге айналды. Сол кезде де қызмет жасадық. Ол кезде басшымыз Серік Иман Серікұлы болды. Сол кісінің бастамасымен политехникалық колледжде қызмет жасап, колледждің біраз жетістіктерін көрдік. Енді бір айта кететін қызық жағдай, қызық емес, айта кететін жағдай, сол кезде біз жұмысқа келуге асығатынбыз. Бір себептермен бір күн, екі күн жұмысқа келмей қалсақ, бір нәрседен қорғағандай болып, жұмысқа келіп, не жаңалық болды, жаңа өткен-кеткен күндерді сұрап жүретімізде, сондай қызығушылық, сондай басшымыздың сондай ұжымды біріктірген заман болды ма. Сол кезде бір үйдің баласындай 90 жылдар өз қиындық жағдайда да сол техникумда жұмыс істеп жүріп көрдік. Сол жерден өстік, өндік. Бүгін сол политехникалық колледж 85 жылдық мерейтойын тойлап отыр екен. Сондықтан да колледж ұжымын, колледж басшылығын, педагогикалық ұжымды осы мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Мерейлерің үстем болып, осы Алматы қаласында республикалық деңгейде алдыңғы қатарлы оқу орындарының бір екені хақ. Сондықтан да осы қазіргі көтеріп отырған туларыңыз әрқашан биіктен болып жүргеніне біз қуаныштымыз. Әрбір жеңіс, әрбір жетістік сол политехникалық колледждің шәкірті болғаннан кейін менің жүрегіме жақын, қуанып, шын қуанып жүреміз. Сондықтан да жеңісіңе жеңіс, жетістіктеріңізге жетістік қосыла берсін.